Бүгін мұсылман дүнияғы изге Рамадан айына аяқ басты. Бұл айдың үдін сәліктері, қағидалары турында студиябыз қонағы менен әңгәмә тәқдим етәбез. Башқұртстанның диния назараты мүфтийі Айнур Бергалинді сәлемләбез. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Қауымығыз, Башқұртстан халқы мұнашы изге Рамадан айын нендей кәйфті қаршы алды? Мен ойлайым, Рамадан айы ол бір мөғжизелі ай. Хәмді шуның үшін ұлы әр вақыт халық көтіп қаршы ала. Мен ойлайым, яқшы кәйф мінен қаршы алғандардар деп. Рамадан айының қағидаларына толырақ тоқталайық һәм яны ешебізге бұна ел хайын Рамадан айы келіп өткәсті біздің қатырда ол қағидалар әмі бары-бір несіктір интернет сілтәрінлерді әділей башлайын, қасан башлана, қасан тамлана, несәлі ауыд асарға намаз тұтырға деп яны бірді тоқтал өтек һәм яны қағидаларды қабатлайық. Қағидалар дегенде мұны біздің халық қызық, яманы қызық білмейм, бәлки ғилім етмегенге мекен. Кесегі иғлан сыққайны менің тарафтан Айнур Хадират Бергалин вакцинаны рөхсәт етті орада вақытында һәм ораданы бұзмай дегенге халық шулық социаль сілтердерде, интернетте тіләйінмәр ядып өткен. Ол Алла Тәғәләмі рөхсәт еттерге, ол несек рөхсәт еткен, екенсі оның тәқдері болған мүтіп, немегіне ятмайдар. Тағыла оқыған бір яқтан көлкі һәм бір яқтан үкінісілі, сөңке халық білмей. Ел хайында мұна эфирдар, ел хайында яңынан ғилімді яңыртып тұру, ол бет вақытына бәйлі. Шуның үсінде әр бір замананың өзінің имамдары бар, өзінің ғалимдары бар, ислам диніндәлі. Һәм кішілер ойлай, дин ол нендедер бәләкей генә айбір. Менің өлесейім намаз оқаны, кімдер ядып қойған, оның ғарапса китаптары барыны, ол уколдар ярамай деп айта тұрған, инъекцияларды. Мен айтам, әден өлесейгіт бір әнінде ислам университетінің тамамланғайны ма, ғарап тілін біләйіні ма, шунды кемелді өйләшерге. Ой, білмейім, әмі оның китаптары ятып қалған. Шының үшін ел хайында актуал ол ғилімдерді яңыртып тұрға. Сөңке әр ел хайын нендедер яңылық келіп сыға. Ислам ғилімі ол бір қатып қалған ғына ғилім түгір. Ол заманына тап келіп, ғалимдардың һәм пәғамбәрібедің хадистерінен алып, Құранда бар ма екенін деп, яңынан түдету. Шының үшін мен әдің хорауғадға екінші түрден бір асықлап өтем. Ғилімді ел хайында өзгертіп, яңыртып, һәм де актуаллештіріп тұру керек. Оны дүрет. Бұны әлігі эпидемиология хәл арқағында бұны шулық мәсіттерді көмәкләп ейілу тыйылмай ма? Көмәкләп ейілу әлбетті тыйылы, әгер де бір бина әсінде бір ерде 250 кешінен артық еларға ярамай. Шының үшін біздің ифтардарда бұлай да кеші көп ейілмай, әмі йома намазында кешілер көп ейілі. Шының үшін біз социаль араны хақлайбыз, маскалар кейебіз, һәмді бір бинала 250 кешінен артық ейлмайбыз. Бұл ифтардар, һәмді таравих намазлары. Таравих намазларында аралашып тұрып ұқибыз енді. Бұйыл ұқырға мүмкін, ейлішірға мүмкін. Рөхсәт етілі әбілтір, мұндай мүмкінсілік еуқ енді. Шының үшін біз хағынып көтіп алдық енді бұл Рамаданды. Меніңсе бір матур фікір яңғыраны әр замандың өз шәхісі бұла деген һәм бұна әзге келгендәлі әз әлігі вақытта интернет сақифағыдылы, социаль сілтердердәлі бек аудым алып барағыды, заман менен бірге атлайығыд, ұшылай бұлырға тейіш түрі мен оны несек айтам, біздің пәғамбәрі ол сүннәт деп атала. Әйтілер беттігі Құран һәм сүннәт, оны білмейдер. Сүннәт ол пәғамбәрі біздің юлы. Ол несек қолданған ниндей ысылдар менен хәл еткен, біз оны өдебедің заманымызға көсіріп, сүннет бойынша яшәргә тейішбіз. Мәсәлән, заман социаль сәлтердері, замандың актуаль көрінештері һәм де пайғамбар вақытында шағирлық бик актуаль болған. Шының үшін, оны еңір үшін Құран берілі. Муса ғалейсалам вақытында онда бетінде сиқырсылық көсілі болған. Муса ғалейсаламға сиқырсылық түгіл, мүғриза көсі көп берілі. Айса ғалейсалам вақытында көп бола давалау һәм де табиплық бүтішкен бола. Һәм
Гайса пайгамбар иң яхшы табиб булып санала. Ул пайгамбарларның мөгъҗизәсе. Һәм дә шагирдар актуаль эшләгән вакытта пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям килә Коръан менән уларны хайран калдыра матурлыгы менән. Әмма ул вакыттың блогерлары, СМИ, унда улар шагирдар. Элекке безнең сәсәннәр кебек. Улар шигырь әйткәннәр, шулай итеп әйтәйек, фикерләрен yetkергәннәр. Әмма пайгамбарның шагирдары, мусулман шагирдар, мәҗүс шагирдарга каршы көрәшкәннәр. Уларга ла каршы ниндидер бер шигырь сыгарганнар. Шуның өчен без күрәбез, пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям заманының актуаль модаларын инкар итмәгән, киресенчә кулланган. Шуның өчен без бүген дә, әгәр дә безнең дингә яхшы икән, без социаль селтәрдә, интернетта, башка ысулдарды, әсбаптарды тулысынча кулланырга тиеш. Бу диндең тәкъдимнәре һәм дә без уларны кулланырга тиешбез. Ураза тотудың төп кагыйдәләрен атап үтәгез кыскасы гына. Уразаның төп кагыйдәләре ул махсус вакытта, димәк, таң атканга тиклем, иртәнге намазның вакытына тиклем, азанга тиклем ашап эсергә була. Һәм иртәнге намазның вакыты керүдән кояш байыгансы тиклем тотылып калу. Ул моны тотылып калу баш тарту дигәндән аңлата урада. Ул насар гадәттәрдән, уй фикерләрдән, эштәрдән, һәм дә азыктан, һәм эсемлекләрдән, һәм дә енси якынлыктан баш тарту. Һәм дә инде кояш баю менән булар барыгы рөхсәт ителә. Әмма насар уйлар, насар фикерләр бер касан да рөхсәт ителмәй инде кешеләргә. Bundan arınır gerek. Kimdir ayta başta üç gün tuttun da, ortağında üç gün tuttun da, oşu oradayında hem adağında üç gün ol dürüt tügül fikir. O yabay aydarga beyli. Aydın aktif fazaları dip atala. Ol birinci aydın tuğan sağı, havaga karak aydı. Hem aydın tuğlu sağı üç gün, hem aydın adağı üç gün. Ol yabay aydarga beyli. Ramazan ayı ol tuğluğunsa tutulurga teyiş. Başından adağına çekilim. Oşu ayga beyli ninde tilekleriniz bulur bizim Müslüman kardeşlerge? Bizim Müslüman kardeşlerge tilekler en izgi. Hem de bu ay ol ödengde özgertüge fırsat, hem de ayga kirip bir kişi bulup adağından yakşarak kişi bulup çıkarga gerek. Bunun için ular uylarga teyiş. Nimeni men özgertirge teyişmin ödemde hem yemgiyette oşundu yakşı özgeri ösün dip. Bu nek oşu ösün berilgen ay. Hem de Allah Teala aldığında mümkünçilik көп yaxşı izgi işlerge hem de jannatga layık bulurga. Башкортстандын Диния назараты мөфтие Айнур Хадрат Биргалин булды бу иртәле безнең менән зур рәхмәт